Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Өткен жолы мен өзі басымнан өткен Ауғанстандағы оқиғаларды айттым. Одан кейін ең соңында Ауғанстан жерінен әскердің шығарылғанын, қалай шығарылғанын, неге шығарылғанын жөнінде айттым. Енді сол әңгімені бүгін әрі қарай жалғастырайын. Біз кеткеннен кейін Ауғанстан жері қалай болды, қандай тарихи жағдайлар болды. Ауғанстан деп аты аталғанмен, Ауған деген халық жоқ. Ол жерде әртүрлі ұлттар тұрады. Көбісі пуштун, хазарей, тәжік, өзбек, түркмен, тағы басқа бірнеше ұлт бар, оны шақты. Енді мына әскер сол Ауған жерінен кетеді деген кезде, сол ауғандық халық өзі қатты уайымдап еді. Сендер кетсеңдер біз не боламыз деп. Бірақ олар дегенмен осынша қатты қиындыққа түседі деп ойлаған жоқ. Қаншалықты қатты сол алдарында қиындық күтіп тұрғанына олар әлі шейін ол кезде білген жоқ еді. Бұлау жаңадан келген жаңағы билік мыңдаған адамның қанын төгіп тастады жазықсыз. Көшелерде ешқандай сотсыз, ешқандай тергеусіз, дәлелсіз адамдарды ата берді. Сөйтіп олар өте көп адамды қырып тастады. Провинции Кундуз экстремисты казнили по меньшей мере 16 человек и взяли больше 30 заложников. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на местные власти. Негізі ауған халқының өзі кішкене сауатсыз, білімге мына станатын діндері ислам ғой, бірақ ислам дініне келгенде өте сауатсыздар көп. Халық өзі жалпы сауатсыз, оқу білмейді, жазу білмейді деген сияқты. Ал енді біз Ауғанстанда жүргенде көретінбіз, бұлар көбісі қолдарына радио ұстап жүреді. Кішкентай қытайский радио болады, керемет ұстайды жаңағы. Соны тыңдап жүреді. Сол жерден көп уағыздар жүріп атады. Қағаздар шашып кетеді көшеге, жаңағындай әртүрлі уағыз, жаңағындай соғысқа шақыру, джихадқа шақыру деген сияқты осындай үгіт насихат өте қатты жүріп жататын. Тогда религиозные лидеры говорили нам, что мы должны вести джихад против СССР. Но сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что это было большой ошибкой. Потому что Афганистан не был для них целью. Они хотели пройти дальше. Они были хорошими людьми и сделали много хорошего для Афганистана. И если сравнивать тогда и сейчас, советское время было самым лучшим. Ауған елінің ішінде ваххабизм діні қатты дамыған. Ауған жерінде сүнниттер де бар, шииттер де бар. Бірақ соның ішінде ваххабизм діні қатты дамыған. Міне ваххабизм діні қатты дамып, сол жерде сондай бір қатты кездік болды. Оны ауған халқы осындай болады деп ойламап еді. Біз болған кезде қанша адам өлсе соғыстан, біз кеткеннен кейін одан да көп өлген шығар адамдар. Ахмад Шах Масуд кезінде совет әскеріне қарсы тұрып еді, бірақ ол кішкене ақылды адам болды. Мына біздің Қарамойырмен 3 рет кездесіп, екеуі соғысты арасында тоқтатып отырып, бостан-босқа жас балалардың мынау саясатқа араластырып, қан төгіп бермек деп соғысты қайта тоқтатып отырып еді арасында. Кейін Ахмад Шах мына ваххабиттердің істеп жатқандарын көріп өзі шошып кетті. Сөйтіп оларға қарсы шықты. Сөйтіп Ахмад Шахтың өзі солармен соғысуға дайын шықты. Түбінде Ахмад Шахты бұлар өлтірді. Мына біз кеткеннен кейін Ауғанстан президенті Наджибуллада бұлардың сонша бұл қатыгез екеніне өзі де сенген жоқ еді, білген жоқ еді. Енді бір келісім болып, халық өзіміз, мына қазақ айтады ғой, қазақ сөзге тоқтаған ел деп. Сол сияқты сөзге тоқтап бір келісімдер болатын шығар деп ойлады. Бірақ оны олар асып өлтірді. Ешқандай сот ештеңесі өткізбей, бірден лап беріп ұстап асып өлтірді. Бұл нағыз жаңағы бір дикарлардың ісі де.
Адам дегенді бірінші жазалау үшін оның күнәсін тағу керек, күнәсін дәлелдеу керек. Сосын барып сот болып, сот шешіміне қарап жазасын беру керек та. Бұлар ондай істеген жоқ. Сондықтан мынау Ауғанстан жерінде біз болған кезде Черный айс деген группа болатын. Жаңағы боевиктар Черный айс деген боевик болды, сондай бір группировка. Олар Пакистанда дайындалады, сөйтіп ауған жеріне келеді. Қара киім киіп алады. Мынау қазіргі Eagle бар ғой, Eagle'дың қап-қара киім киген тура сондай киім. Солар қатты соқсатын кішкене. Жаңағы олар сол жаңағы вахабиттер. Енді вахабиттер бұрын бізде Қазақстанда болған жоқ. Бұрын ата-бабамыз ислам дінін ұстап келді, бәленбай жыл, бірақ ол кездерде көшпенді халық болды да, вахабизм деген бізде болған жоқ. Вахабизм кейін кезде 90 жылдың ортасында 2000 жылға қарай көбейіп кетті. Мен сол 1999 жылы ең бірінші рет вахабиттерді кездестім бір тойда. Сол жерде вахабиттердің бірден бет-пердесін көріп, вахабит кім екенін түсіндім. 1999 жылы бір кісі бізді тойға шақырады, баламыз үйленеді деп. Ол ауылдан келеді, қайдан білсін баласы вахабит болып кеткенін. Тойға келсем, мынау Алматы қаласында Төле би көшесінде Мұратбаев қиылысында жоғары жағында мынау 5 этаж үйдің астында бір кафе болатын. Өзінің аты да түсініксіз, арабша жазылған, ешкім арабша оқи алмайды, не деп жазылып тұрған білмейді, сол арабский кафе деп айтатын кісілер. Сол арабский кафеде той болады да, тойға келсем, мен жалғыз адам костюм шалбар киіп галстук тағып келген тойға. Келсем, есік алдында 60-70 қазақтың жігіті тұр, барлығы шолақ шалбар, сақал, бірін-бірімен братья деп амандасып құшақтасып жатыр. Маған ешқайсы қол бермейді, бізбен ешқайсы амандаспайды, керек қылмайды, бізді көрмейді де, даже керек қылмайды. Содан тойға кіріңдер деп бәрі тойдың ішіне кіріп кеткен кезде біз далада тұрмыз. Мынау не той деп, беташар қайда, құда қайда деген сияқты түсінбей тұрмыз. Соны маған ана кісі кір қайда, сен кіре берші деді ішіне. Ішіне кіріп кетіп едім. Бәрі столға отырып алыпты, ешқандай беташар, қазақтың салт дәстүрі ештеңе болған жоқ. Сөйтсем, әйелдер ана жақта, посуда мойка жақта жерде отырыпты. Кейін оны әйелім айтты. Біз кафенің ішіне кіріп отырдық. Сол жерде мен вахабиттер кім екенін көрдім. Бірінші рет кездестім де, бірінші рет кім екенін өзі-өзімен көрдім. Ішінде екі шетелден келген жігіт отырды. Біреу орысша біледі екен, біреу орысша білмейді екен. Орысша білетін бастап сөйледі. Эти кафиры, они такие деп орысшалап сөйлеп, сөз арасында екі сөздің бірі их надо убивать надо деп солай сөйлеп отырды. Екі сөздің бірі они такие, они сякие, они лгут, они говорят одно, делают другое. Это кафиры все, их всех убивать надо, только убивать надо деп осылай сөйлеп отырды. Екі сөздің бірі убивать надо всех деп сөйтіп сөйлеп отырды. Басқалар үндемей тамақшып отырдық. Сосын жанда орысша білмейтінге сөз берді, ол сөйледі, оның сөзін аударып тұрды. Бұның да екінің сөзі всех убивать надо, жалеть не надо, никого жалеть не надо, всех резать надо, как баранов деп осылай сөйлеп отырды. Сөйтіп екеуі сөйлеп болды. Сосын намаз оқиық деді, бәрі намаз оқыды. Қайтадан тастырақ отырып тағы да біраз шай іштік, тамақ іштік, сонымен тарадық. Міне вахабитский той деген осылай екен. Ешқандай қазақтың беташар, құда күту ештеңе болған жоқ. 1992 жылы 1989 жылы Совет үкіметі құлағаннан кейін Тәжікстаннан бүкіл Совет әскері шекараны тастап кетіп қалды тәжіктердің өздеріне. Тәжіктер шекараны қарай алмады да, әр жақтан вахабиттер Тәжікстанға өтіп кетті. Сөйтіп 1992 жылы олар Тәжікстанда азаматтық соғыс бастады. 1992-ден 1997-ге шейін 5 жылда бұлар 60 мың адамды қырып тастады, жазықсыз. Оның ішінде жазушы, ақын, жаңағы тілшілер, әртүрлі сондай зиялы қауымдар бар Тәжікстанның. Барлығын қырып тастады, бауыздап тастады. Мына Тәжікстанның бас муфти үйіне кіріп бала шағасымен, әйелімен, бала шағаларын барлығын бауыздап тастады.
қаншама имамдарды кіріп келіп мешіттің ішіне имамдарды бауыздап тастады. Міне осындай олар жанжал шығарды 92 жылдан 97 жылға шейін. Қаншама беженс болды, миллиондаған адам қашып кетті Тәжікстаннан. Енді мынау қазақтың ата бабамыздың бұрыннан ұстап келеткен ислам діні бар, ханафи мазхабы, ханафи жолы, ол өте дұрыс жол. Егер адамдар ислам дінін ұстаса, сол жолмен жүрсін деп біздің мына имамдар, бас муфти айтып жатады, ол өте дұрыс. Сол жол ұстанған дұрыс. Елдер сіздер енді шатастырмаңыздар. Намаз оқығанның барлығы вахабит деп. Жоқ, барлығы вахабит емес. Вахабиттердің өздері де бөлінеді. Ішінде радикальныйлар болады, жаңағыдай тек қана убивать дегендерді білетіндер бар, сөйлейтіндер бар іштерінен. Адаммен амандаспайды, сөйлеспейді. Мешітке барсаң амандаспайды, қарамайтын сондайлар бар. Ана имаммен де жаңағы амандаспайды, сөйлеспейді, имамның уағызын тыңдамайтын сондайлар да бар. Сосын кішкене былай лояльныйлар да бар, бөлінетіндер де бар. Сондықтан намаз оқитындардың барлығын вахабит деп ойламаңыздар. Қазақты мынау қазіргі ЛГБТ әртүрлі келіп жатқан неше түрлі бізге жат ағымдардан құтқаратын, арақ ішуден, мынау нашақорлықтан бәрінен құтқарып, халықты бір аман алып қалатын жол, ол осы мұсылман ата бабамыздың жолы. Барлығын вахабит деп бір неге қосуға болмайды. Вахабиттер бар арамызда, көп емес, бар. Әр мешітте бір 10% вахабит, оны имамдар күресіп жатады, имамдар оларға айқайлап жатады, тыңдамайды олар имамдарды, имамдар солармен күресті жүргізіп жатқан имамдар. Совет әскері ауған жерінде 9 жыл 2 ай тұрса, Америка әскері 20 жыл тұрды. Америка әскері кетіп жатқан кезде мына ауған халқы жаман шошыды. Бұрынғыдай қайтадан келіп, мына жаңағы вахабиттер қайта келіп қайтадан бізді қырады деген кезде бұлар қайда қашарын білмей жан жаққа қашты, елден безді. Тығылатын тесік таппай, қашатын жер таппай, сондай бір қатты бір шошып, қашар жер таппай сондай бір қиын неге түсті. Бұрынғыдай болады деп ойлады олар. Бірақ енді қазір кішкене түзеліп жатқан сияқты деп естіп жатырмыз. Ауғанстан жері бұрынғыдағындай емес дейді, кішкене өзгеріп жатқан жақсы жағы бар екен. Сосын Ауғанстан жерінде мынау анаша, наркотик, кокаин көп саудалайды. Сылтаулары, енді менің жаңағы 4 балам бар, 5 балам бар, оны қалай асыраймын дейді. Сен мұсылмансың ғой. Сонда сен не, баламды асырауым керек деп сылтаулап наркотик сатуың керек па? Мүмкін онда баламызды асырау керек деп сен біреуің тонайсыңдар, коррупция жасайсыңдар, елді тонайсыңдар. Мүмкін адам өлтіресің, баламды асырау керек деп. Егер сен мұсылман болсаң, онда наркотик сатуға болмайды саған. Осы наркотик сату әлемде бірінші орын алады Ауғанстан. Жаңағы наркомандар өте көп. Қазірдің өзінде өте көбейіп кеткен. Мына Кабулда, басқа қалаларда наркомандар өте көбейіп кеткен екен. Сосын тағы бір түсініксіз жағдай, Ауғанстанда өзің айтуға да тілің бармайды. Мына бача бази деген өте дамыған. Бұрыннан бері келе жатқан бір жаңағы әдет. Бұл нағыз заңдалған бір өте әдепсіз нақұрыстардың істейтін амалы. Жас балаларды жаңағы педофил жасайды. Бұл енді білмеймін, сөзге келмейді. Біз мысалы той жасасақ істейміз, қонақ шақырамыз, сосын асаба шақырамыз. Олар той жасаса қонақ шақырады, сосын бача базиларды шақырады. Бача базиларды шақырады, сол жерде балаларды қызғып киіндіріп қойған, соларды билеттіреді, солар билейді, арасында жүріп. Сосын жаңағылар сол ақшасын төлеп, сол балаларды алып кетеді. Біз ана қызды сатса жезөкшелікке, соның өзі масқара дейміз ғой. Олар қыз емес, ұлы баланы сөйтіп жатады. Енді сөзбен айтып, бірдеңе ету енді масқара. Біз болып атқанда соны бізде де көрдік шет жағын.
бірақ ол кезде мен түсінген жоқпын не нәрсе не істеп жатыр деп мыналар не нәрсе екенін түсінбедім ол кезде мен. Бірақ бұл қатты дамыған. Қазіргі енді келген билік соны тоқтатып жатыр деп естіп жатырмыз, соған қуанып жатырмыз, бірінші рет тоқтатып жатыр, запрет беріп жатыр деп. Ал енді біз болған кезде бәленбай жыл, қаншама жыл сол қатты дамып кеткен. Енді құрыс сөзбен айтудың өзі ұят. Өте масқара жағдай. Міне осындай Ауғанстан деген осы. Вахабизм қатты дамыған, наркота қатты дамыған, жаңағы педофилизм қатты дамыған, бірақ бұның барлығы исламда жоқ десе болады. Ислам дінінде жоқ бұл. Жаңа вахабиттердің адамдарды жазықсыз өлтіре беру, көшеде ата беру, ол исламда жоқ. Әке-шешені сыйламау исламда жоқ. Наркотик сату исламда жоқ. Балаларға педофил жасау ол да жоқ исламда. Сөйтіп жүріп өздерінше мұсылманбыз деп айқайлайсыңдар ол жақта жүріп. Ал адамнан шошайтын заттар жасайды ол жақта. Құдай сақтасын, бет аулық болсын. Бізде елімізге ауызбірлік керек. Халқымыз аз ғана халық, дұрыс егемендігімізді сақтап қалу үшін бізге ауызбірлік керек. Бізге бөлініп керек жоқ, жеті ауыз болып, біреу вахабит, біреу басқа болып, біреу ЛГБТ болып. Қазақ бұрынғы ата бабамыз қалай өмір сүрді? Өзінің дәстүрімен, тілімен, ауызбірлікпен, сөзге тоқтаған халық болдық. Сол жолмен біз бірлігімізді, ауызбірлігімізді сақтап, елімізді егемендігі үшін күресуіміз керек. Ішкі сыртқы жаулардан сақ болуымыз керек. Барлығын жан-жақты байқап отыру керек. Жаулар бәр жерде бар. Ішімізде толып жүрген жау жетеді. Қытайға барсаң, бүкіл қазақтың тарихы тұр, жазылып тұр. Олар оны қайдан алған? Шпиондар жүріп, бәрін жазып отырған, арамызда жүріп, барлық тарихты жазып отырған. Сол сияқты бәр жерде бар шпиондар. Біздің жауларымыз көре алмайтын отырған халықтар көп. Бізге ауызбірлік керек. Егемендігімізді сақтап, соғыстан сақтасын елімізді. Тыныштық керек, бейбітшілік керек. Ол үшін бізге ауызбіршілік керек.